Үлкен әкем Баһадуров Уәлихан 1924 жылы Сырдария ауданы Айдарлы ауылында дүниеге келген. Ел басына күн туғанда, жастайынан жетім қалып, 20-ға толар-толмастан сұрапыл соғысқа, отанын қорғауға аттанады. Соңынан ерген інісі мен қарындасын жетімсіретпей, ер жеткізем деп тағдыр тауқыметімен тірлікке ерте араласқан балаң жігіттің қиян-кескі ұрыста да, өмір мен өлім астасқан аласапыранда да жігері жасымады. Адалдықтың ақ жібін аттамай, қулық сұмдықтан ада, таза жүрегі елім деп соқты. Жігерін жанып, намысын қайрап, небір тауқыметке, қиыншылыққа төзді. 1944 жылы кезекті ұрыста ауыр жарақат алып, Калининград майданынан Владивосток емханасына жеткізіледі. Дәрігерлердің шешімі мен әскер қатарынан босатуға тура келіп, күзге қарай елге оралады. Елдің тұрмысы ауыр. Қиын қыстау кезде жаралы жауынгерге елдегі ауыл шаруашылығындағы жауапты жұмыстың тізгіні тиді. Бидай, жүгері, жоңышқа, тары дақылдарын өсіруде, ірі қара малын көбейтуде, келелі жұмыстарға қол жеткізіп, ел еңсесін көтеруге, тұрмысын түзеуге ат салысты. Жүрегі жұмсақ, жомарт жан, көптеген ауылдастарының күн көрісіне қолдау жасап, жандарына демеу болды. Жауынгер омырауында майдан даласында алған Қызыл жұлдыз орденіне қоса бірнеше медальдар, бас қолбасшысының алғыс хаты да бар болатын. Еңбек және Қызыл ту ордендеріне ие болған. Әкемнің ұлағат пен өнегесін бойына сіңіріп өскен ұл қыздары тәуелсіз еліміздің таңдаулы тұлғаларына айналды. Біз ұл қыздары, немерелері, жанын беріп жарқын өмір сыйлаған, есімдері ел есінде қалған аталарымызға бас иіп тағзым етеміз. Ерлігін ұмытпай, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырамыз.